Баршаңызға сәлем. Бүгінгі пирог шәңкіштен, яғни калинадан. 2 жұмыртқа, 180 грамм сары май. Жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 100 грамм сұйық май қосамыз. «200 грамм сүт суға 1 шай қасық тұз қосып, артынан ас сода 1 шай қасық қосып, араластырып, жаңа қоспамызға қосамыз. Үлкенірек ыдысқа ауыстырдық. Себебі бізге ұн салу керек. Ұнның пропорциясын айту мүмкін емес. Себебі әр ұн әртүрлі. Біздің жұмсақ нан иленгенше қосамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. 20-30 минутқа шетке алып қоямыз. Үстін целлофанмен жабуды ұмытпаймыз. Бізге асқабақ осылай турап аламыз, 4 бұрышталып, үстінен калинамызды салып, шәңкіш. Біз жақта Шығыс Қазақстан Абай өңірінде солай айтылады. Үстіне 200 грамм қант саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды 2-ге бөлеміз. Біреуі кішірек, екіншісі үлкенірек болу керек. Противеньге салып, үлкен қамырын астыға жібереміз. Үстіне жаңағы начинкамызды салып қоямыз. Екінші кішірек қамырымызды жайып алып, начинкамыздың бетін жабамыз. «180 градуста қызып тұрған пешімізге 1 сағат пісіріп аламыз. Қараңыздар, қандай керемет, өте әдемі пирог шығады. Жасауға кеңес беремін. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет.